Әйелі жоқ үй жетім. Үйді 40 еркек толтыра алмайды, бір әйел толтырады. Қартая келгенде қатын жақын болады. Күшің басын болса, жатың жақын болады. Сенімен сөйлескісі келмейтін адамды қайта-қайта мазалама. Себебі қадіріңді одан әрі кетіріп аласың. Пайдасыз адамдардан алыста. Көбелек гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Кез келген нәрсені Алладан артық жақсы көрмеңіз. Алладан артық жақсы көрсеңіз, сынаққа дайын болыңыз, міндетті түрде сыналасыз. Ана жүрегі тым терең, сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Әйел адамдар ешқашан құпия ұстауды білмейді, бірақ олар жүрегінде ұстаған затты өлсе де айтпайды. Адам кірпіш секілді, күйген сайын қатая түседі. Жаман ол анаң жылаған кезде. Аналарымызды жылатпайық. Әйелді ұрғанды Құдай ұрады. Қаласаңыз уақыт табасыз, қаламасаңыз сылтау табасыз. Анау жаман, мынау жаман дей берме. Ең жаман деген адамның да күндердің күнінде бір жақсылығы болады. Өзің айналаңа не шашасың, соны аласың. Күлсең бәрі күлімдейді, ашулансаң бәрі саған қаһарын төгеді. Сондықтан елмен емес, әуелі өзіңмен алыс, өзіңді түзе. Мені жасандылығым үшін жақсы көргенше, шынайылығым үшін жек көрсін. Есіңде болсын, сен үшін қуанатын адам аз. Мен әдемі киінген көп адамды көрдім. Өкінішке орай, киімнің ішінде адамгершілік қасиеті бар адамды сирек кездестірдім. Тәкаппар болмайық. Жеңіс жолының ауыртпалығын жүріп өткен адам ғана біледі. Жетістікке жеткен адамды тез жетті деп ойлайды, ауыр жолдан өткенін білмейді. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Ерекше болуға тырыс, өзен ағысымен өлі балық жүзеді. Болашағыңды уайымда, себебі уайымы жоқ адамнан қорқу керек. Армансыз адам қанатсыз құспен тең, армандай біл. Қайда жол тарттың? Мешітке. Дұрыс жол таптың, кешікпе. Адам жылап туылады, жатады жұрт жұбатып, өмірден өтеді, өзгені де жылатып. Әр адам өз өмірінің авторы. Не себесің, соның жемісін көресің. Маған анық бір нәрсе бар. Сенің өміріңде болып жатқан дүниенің бәріне өзің жауаптысың. Демек сен осы нәрсенің барлығымен келісіп тұрсың. Мінсіз болу да, барлығына ұнау да мүмкін емес. Табалайтындар жетерлік бұл өмірде. Қанша жерден жақсы болсаң да, сенен бәрібір мін табады. Тура жолмен қанша жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Бұл өмір көнбеске амал жоқ. Әр нәрсенің хайыры бар. Сондықтан әр нәрсені ойлап, көңіліңді түсірме. Келетін нәрсе өзі келеді. Кететін нәрсе қанша ұстасаң да кетеді. Ар қайда, рахым қайда, әдеп қайда, бұт-шыт боп неге жүрміз әрбір сайда. Көз жұмып, көппен көрген ұлы той деп, береді бұл надандық кімге пайда. Заман адамы болуға тырыспа, ақиқат адамы болуға тырыс. Өйткені заман өзгереді, ал ақиқат өзгермейді. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Онда дәм де, мән де болу керек. Тәкаппар болма, бүгін аяғының астында қалған шөп, ертең қабіріңнің үстінде өсетінін ұмытпа. Қарапайым бол. Өзіңе сен, тек қана өзіңе сен. Сөзге емес, көріп тұрсаң көзіңе сен. Жүрегіңде Алла болсын әрқашан,
сынағы көп өмірге жеңілмесен. Жалғыз келіп, жалғыз өзің кетесің, жігерлі бол, мақсатыңа жетесің. Елей берме қаңқу сөзді айтылған, айтылады, айта бермек қайтесің. Өмір қатал, жыласаң да, құласаң да, өзгермейді, өзгертуді қаласаң да. Әрекет ет, тағдырың өз қолыңда, өзге ешкім көмек бермес, сұрасаң да. Досың тұрмақ, туысың да жат болар, ауыр сөздер көңіліңде қап қояр. Қу дүние ғой, түрлендірген адамды көрге кірген кезде ғана көз тояр. Өзіңе сен, тек қана өзіңе сен. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ. Теке сақал қырма мұрт елдің түбіне сол жетер. Біреулер барыңды сынайды, біреулер көңілге қарайды, біреулер көре алмай күндейді, біреулер жақсыға балайды. Біреулер қол ұшын береді, біреулер өсектеп сөгеді. Кімге не берсең өзің біл, бәрі де алдыңа келеді. Біреулер әдейі сынайды, біреулер өтірік жылайды. Өмірдің шынайы сынына тек қана мықтылар шыдайды. Аяқтан шалса да сүрінбе, мұң басып жатса да күлімде. Өлген соң мақтайды бәрі де, өсектеп жүргенмен тіріңде. Өзі тойып отырып, итке сүйек тастағаның қайырымдылық емес. Өзің аш отырып, итпен сүйек бөліскенің қайырымдылық. Өнерден жақсы, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, қызғаншақтықтан асқан дұшпан жоқ. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Бұл өлім қайда жоқ, жарқыраған айда жоқ, күркіреген күнде жоқ. Өтері өтіп кеткен соң, 1000 теңгелік қайғыдан 1 теңгелік құны жоқ. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Абыройсыздықпен өмір сүргенше, батылдықпен өлген артық. Орыс емеспін, шұбарланған мен тіліміз, араб емеспін, ислам болған мен дініміз, түрік емеспін, түркі болған мен түбіміз, Қытай емеспін, түссе де оған күніміз, өзбек емеспін, ортақ болған мен жүгіміз, қырғыз емеспін, ұқсаған мен түріміз. Батыр бабасы, жатқан даласы кең байтақ, рухты қазақпын, мықты қазақпын, біліңіз. Бірде олай ауытқып, бірде былай, бір байламға келе алмай жүргенім ай. Таулаймақтың ауасы секілденген, аумалыда төкпелі күндерім ай. Өз-өзінен өзегім өртенгенде, өз-өзімнен түңіліп жеркенгенде, сарауру сарғайтқан науқастайын, үміт күтем бүгіннен ертеңненде. Нені күтем, не керек осы маған, аяқ қолым жанарым басым аман, шаруаның баласы емес педім, күшіменен тамағын асыраған. Өмір деген осынау майданда бұл, қолбасы да, қорқақ та сайранда жүр. Өмір менен өлімнің ортасында, кетер мекем, келе алмай байламға бір. Емшектен шықпай жүргенде, бесіктен биік жоқ тебем. Ойынға кірген күндерде, есіктен биік жоқ тебем. Санатқа кірген жылдарда, ауылдан биік жоқ тебем. Көз тастап қарлы шыңдарға, тауымнан биік жоқ тебем. Біртіндеп сырын ашатын, биіктер әсте көп екен. Адамға шұғыла шашатын, арманнан биік жоқ екен. Бақыттың білесің бе сыры неде? Шүкір деу керек, бүгінгі күніңе де. Осы күнге жете алмай жүргендер бар, көп адамдар түсінбейді мұны неге. Өзің жайлы айтуға сықпа. Қайғыны жұрттық көйлегің сияқты үйде қалдырып кет. Егер түйткілдің шешімі бар болса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Шешімі болмаса, оны уайымдау бекер. Мейірімі кеткен заманда, жақсы да бар жаманда. Алладан сұрасаң, алақан жайма адамға.
Мен де соққы жедім деп, сұм дүниеден. Көп жазып ем, оныма өкіндім мен. Ойласам, көрген бейне тартқан қайғы болыпты не біреуден, не өзімнен. Ұстаз есікті ашып береді, сен өзің шығуың керек. Қолыңнан келгенін бәрін істе, қалғанын тағдырыңа қалдыр. Тым әділетшіл болу ақымақтықпен шектеседі. Өз қанаттарыңызды пайдаланыңыз. Қиялы жоқ адам қанатсыз болады. Қанатын қолданбайтын құс ұзақ жол жүре алмайды. Біз адамбыз, алайда біздің қанатымыз бар, ол біздің қиял. Су ағады, тас қалады, кәрі кетет жас қалады, өткен өмірі, өшкен көмір. Жанбаса отын жаман, жағалмаса қатын жаман, қараспаса жақын жаман, жау алмаса батыр жаман. Жер бетіндегі соңғы ағаш кесілгенде, соңғы өзен ластанғанда, соңғы құс ұсталғанда ғана адамдар ақшаның жеуге жарамсыз екенін түсінеді. Ердің атын не аты шығарады, не қатыны шығарады. Мейлі сүрін, мейлі құла тағы да, құлазыған көңіл кетсін сағымға. Сабырлығың таусылмаса бойыңда, бір бақытың ұшып келер бағыңа. Мейлі жыла, мейлі күрсін ішінен, айырмасын Құдай ғана күшіңнен. Қанша жерден жабырқадым десеңде, жан жараңды жан табылар түсінген. Мейлі жалғыз, мейлі көппен қалсаңда, сағың сынып түсе берме сарсаңға. Қандай қиын сәттер келіп тұрса да, шығарып сал, күліп тұрып қарсал да. Мейлі асықпа, мейлі жүгір асығып, қадамыңды жаса бірақ басып нық. Сен ойлаған жаман деген нәрсеге жақсылықты Құдай қойған жасырып. Екі жүзді пышақтан сақтанба, екі жүзді адамнан сақтан. Темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады. Шын бір сөз, өтірік мың сөз. Әділ айтсаң ағайынға жақпайсың, әзіл айтсаң маңайыңа жақпайсың. Жау жоқта батыр көп, дау жоқта ақыл көп. Батыр мақтанса жауға шапқанын айтар, қу мақтанса алдап қаққанын айтар. Ақылды ісіне сенеді, ақымақ күшіне сенеді, әңгүдік түсіне сенеді. Ақылды көндім десе, ақымақ жеңдім дейді. Қас боп жүріп, дос болғанға мақтан. Дос боп жүріп, қас болғаннан сақтан. Үндемесең дау алар, жата берсең жау алар. Тұншықтырып тірлігімді тынымсыз, тас төбемнен төнді тағы түн үнсіз. Маған қарап мұңаяды мың жұлдыз, жетімсіреп менің мөлдір мұңымсыз. Менің мұңым мөлдір мұң, мұңсыз өмір сүре алмаймын мен бір күн. Түнгі аспаннан тұнық іздеп көз алмай, қарап жатып қанша жұлдыз сөндірдім. Бүгін тағы құрбан болып бар үміт, санадан тыс құдіретке бағынып, мың жұлдыздың арасынан бір жұлдыз ағып түсті жалғыздықтан жалығып. Көрген сайын сіз десіп, сыйластыққа не жетсін, шашылғанды бірлесіп, жинасқанға не жетсін. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.